Біз сіздермен кассада возврат қалай жасау керек, соны үйренетін боламыз. Бізде замена прав деген кнопка бар. Осы кнопканы басасыз. Басқаннан кейін бізде осындай сурет шығады. Администратор немесе старший кассир өзінің штрих-кодтарын, яғни карточкасын сканировать етіп, сізге доступ ашып береді. Доступ возвратқа ашылады, ручные скидкиға ашылады, және де возврат без основания жасалғанға доступ ашылатын болады. Яғни біз возврат кнопкасын басамыз. Осы жерде өзімізге керек чекті таңдап аламыз. Егер де чегіңіз бүгінгі күн болмаса, кешегі күн немесе оның алдында бір апта бұрынғы болған чектер болатын болса, сіз осы жерге уақытын жазып, мысалы 24 кешегі күннің деп алсақ, осы жерде кешегі күнгі барлық чектер шығатын болады. Сол жерден өзіңіз номері бойынша және де суммасы бойынша анықтап, дұрыстап алсаңыз болады. Мысалыға, осы чекті біз қайтарамыз, үстінен 2 рет бассаңыз да болады, және де осы сары кнопка арқылы бассаңыз да болады. Біз осы жерде возвраттың себебін таңдаймыз. Қандай себеппен ол сізге возврат жасап жатыр. Көбіне қандай себептер болады, осы жерге қосып қоюға болады, оны операторлар қосады бөлек. Біз қазір возврат покупателя таңдаймыз, үстінен 2 рет басып, немесе осы сары кнопка арқылы бассаңыз болады. Бізде 5 штук емес, 3 штук қайтарайын деп жатыр. Үстін басып, 2-ге немесе 3-ге ауыстырасыз. Егер де бір чектің ішінде бірнеше товар болатын болса, осы бейсболкадан басқа тағы да 1-2 позициялар болатын болса, клиент сізге қай товарды возврат жасап жатыр, сол товарды ғана осы жерде қалдырасыз. Қалғанын үстінен басып тұрып, удалить кнопкасымен удалить етіп жасауға болады. Осылай возврат жасаймыз. Сіз оплатаны қалай қабылдадыңыз, яғни сатылу барысында сізде чекті жазылып тұрады, сол жерде вид оплаты деген жерде егер наличка тұратын болса, наличныймен қабылдайсыз, егер платежный карта деп тұрса, платежный картамен сіз ол кісіге қайтарып бересіз. Немен деп, наличныймен болды делік. Кейін Enter кнопкасын басамын да, мен ол кісіге наличка ақшасын қайтарып берем. Енді возврат без основания біз қараймыз. Возврат без основания ол кезде клиент чексіз келген жағдайда жасауға болады. Возврат без основания үстін 1 рет басамыз. Бұл жерде біз себебін белгілейміз. Үстінен 2 рет басып, немесе сары кнопка арқылы. Яғни бізде автоматически возврат ашылады. Осы жерге товарды сіз сканировать етесіз. Штрих-кодпен немесе поиск бойынша тауып алсаңыз болады. Мысалы, бандана болсын. Осы товарды ол кісі алған, чегін жоғалтып алды. Одан кейін келіп тұр, енді возврат жасайым деп. Мен ол кісіге наличка ақшамен қайтарып беретін болсам, наличка кнопкасын басамын. Оплатаны береміз. И болды. Енді ручные скидкиді көрейік. Сіздерде әр жұма сайын наличка алғандарға 10% скидка деп айтылды. Бандананы алайық. Мысалыға 5 штук алып жатыр делік. Енді осы жерге бізде оплата наличка болады деді. Бізде жұмада наличка болғанға 10% скидка болатын болса, ручные скидкидің үстін басамыз, бізде осындай шығады. Бізде бар міне скидка процентна в чеке, бұл яғни чектің ішіндегі барлық затқа скидка болады. Яғни бұл жерде сіз наценкада қоя аласыз. Мына жерде сіз процентпен қоятын болсаңыз, екіншісінде скидка суммовой, яғни сіз суммамен скидка жасайсыз. Мысалыға 1000 теңге десек, мына жерге 1000 теңге жазатын болсақ, бізде суммовой, яғни общий суммаға 14.000 емес, бізде 13.000 болады. Скидка 7-де 14% деген секілді. Қайтадан оны отмена жасау үшін ручные скидкиді басып, отмена скидок в чеке дегенді басамыз, бізде полностью отмена болады. Яғни енді 10%-тік скидка жасаймыз. Ручные скидкиді басамыз, скидка процентпен, яғни 10%-ті белгілеймізді, Enter кнопкасын басамыз. Бізде 10% скидка 1400 теңге болды, и оплата 12600 теңге біз ол кісіден наличкамен қабылдаймыз. Бізге осы сумманы берді, Enter кнопкасын басамыз, бізде чек шығады. Енді тағы да бір рет сменаны жауып көрейік. Выход кнопкасын басамыз, закрытие смены жасаймыз, закрыть смену, да деп басқанда, міне бізде продажа болды 12600 теңгеге, және де, яғни возврат 12200 теңгеге біз возврат жасалды. Бізде базада документ
пайда болады. Отчет розничных продажах деген. Бұл жерде общий продажа қанша сумма товар сатылды және де возврат қанша болды. Біз возвратты наличкамен қайтарғандықтан бізде выручка 400 теңге ғана қалды деген сөз. Бұл екі сумманың минусовойын сізге көрсетеді.